Мынау қандай қасық? Үлкен қасық. Бұнымен не ішеді? Бірінші тағам ішеді, Енді қараңыздар. Мына үлкен қасық былай болғаны дұрыс па, әлде былай жайғанымыз дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Өте дұрыс. Неге? Себебі ас қасықты біз сырттан ішке қарай жаямыз. Дастарханның бетінен алынған аспап пайдаланылған болып табылады және дастарханның бетіне қайтпайды. Біз ас ішіп болғаннан кейін даяшы не істейді? Біздің ыдысымызды қасығымызбен бірге алып кетеді. Қай жақтан алып кетеді? Сол жақтан алып кетеді. Ал қай жақтан алып келеді? Оң жақтан алып келеді. Неге біз сырттан ішке қарай жаямыз? Іштен сыртқа қарай жаятын болсақ, мына жерде 3-ақ аспап тұр алдарыңызда, оң жақта. Ал көп болатын болса, ең соңында шай қасығымыз ең шетінде бізден алыс қалып қоюы мүмкін. Көрші не деп ойлап қалуы мүмкін? Менікі деп ойлап қалуы мүмкін. Бір қасыққа таласып қалуымыз мүмкін. Менің қасығым деп айтам. Ол менің қасығыммен алып, ол іше беруі мүмкін бұлай. Мысалы, ол этикетті білмейтін шығар. Біз білмейміз, ол біле ма, білмей ма. Сондықтан этикет дегеніміз барлық дүниені алдын ала қарастырған, барлығын есептеп, жоспарлап қойған. Еш уақытта біз іштен сыртқа қарай жаймаймыз.